Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге аш салаттың рецептін бөлісетін боламын. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен свекламызды теркіден өткізіп аламыз. Свекламыз міндетті түрде қатты болу керек. Босап кеткен свекла жарамайды. Осындай қылып теркілеп аламыз. Және үстіне 1 шай қасық тұзымыз салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін үстіне шекеріміз саламыз. Және уксусымызды қоямыз. Уксус 7%-дық, 9% болса, көптеу қойсаңыздар болады. Мен аздау қойдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді кішкене ыдысымызға кориандр, қара бұрыш, қызыл бұрышты араластырып қоямыз. Енді 3 бас чесногымызды майдалап турап аламыз. Чесногымызды турап болғаннан кейін тавамызды қыздырып, үстіне сұйық майымызды құйып, чесногымызды саламыз. Отымыз жай отта болу керек. Чеснок салып болғаннан кейін кішкене араластырып, үстіне дайындаған бұрыштарымызды салып, тез араластырып, тек 5 секунд қана ұстаймыз. Енді свекламыздың үстіне ыстықтай құятын боламыз. Барлығын жақсылап салып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Видеодан көріп тұрғаныңыздай суық шығады, күшті болып. Біздің салатымыз дайын болды. Енді бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер болады. Осы салатты міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің видеомды жіберіп алмау үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.